Қайырлы күн, достар. Бүгін алма мен сухофруктыдан десерт дайындайтын боламыз. Әуелі 5-6 алманы алып, жақсылап жуып тазалап, ішін пышақпен кесіп отырып тазалап аламыз. Содан соң 200 грамдай кураганы, изюмды, асқабақтың дәнін, грек жаңғағын, кептірілген ананасты ұсақтап турап, барлығын ыдысқа салып араластырамыз. Үстінен 1 шай қасық бал қосамыз. Дайын болған массаны іші тазаланған алманың ішіне саламыз. Дайындалған масса салынған алмаларды духовкаға арналған ыдысқа салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған десертті тарелкаға салып, үстінен бал қосып, ыстық күйінде немесе суытып ұсынуға болады. Міне достар, өте керемет, дәмді, қантсыз, пайдалы десерт дайын болды. Шаймен ішуге, қонақтарға ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің ерекше рецепттерімнің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.